Сәлеметсіздер ме? 14-ші тақырып. Кеден орындарында экспорт тауарларының сапасын сараптау. Бірінші тапсырма. Мәтінді мәнерлеп оқып аударыңыз. Кеден орындарында экспорт тауарларының сапасын сараптау жайлы мәліметтер жинау. Тауар экспорты, кеден тәртіптемесі. Мұнда тауарлар елдің кеден аумағынан сыртқа, оларды осы аумаққа әкелу туралы міндеттемесіз әкетіледі. Экспорт кеденнің әкетілім бойынша төленген және басқа да кеден төлемдері төленген жағдайда жүзеге асырылады. Экспорт кезінде тауар салықтан босатылады, не салықтардың төленген сомасы қайтарылуға тиіс. Кеден рәсімдеу кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарынан заңдыланғанын анықтайды және бекітуге жол береді. Тәртіптерін және оның сақталуын анықтайды. Басқа да шаралар сыртқа сауда мәлімдемесін заңға сәйкестігін нақтылайды және кеден бақылауын өткізуді қамтамасыз етеді. Кеден бақылауының мақсаты экспорттық ақша түсімдерінің аз уақытында түсуін және толықтығын қамтамасыз ететін, сондай-ақ импорт мақсатында валюта қаражатын заңды және негізделген түрде пайдалануды қамтамасыз ету болып табылатын, кеден органдарына жүктелген валюталық бақылаумен қатар жүргізіледі. Екінші тапсырма. Мәтінді оқыңыз. Орыс тіліне аударып, термин сөздерді тауып жазыңыз. Ұлттық экспертиза және сертификация орталығы. Қазақстандағы метрологияның қалыптасуы 1920 жылдардан бастау алады. Сол кезеңде Семей қаласында метрология, сертификаттау, стандарттау саласындағы ең бірінші мекеме салынды. Бұл мекеме Краевая палата деп аталған. 1930 жылы астанамыз Алматы қаласына ауысуына байланысты Краевая палата Семей қаласынан Алматы қаласына көшірілді. 1930-36 жылдар аралығында республикамыздың басқа аймақтарында оның бөлімшелері салынды. Жылдан жылға бұл мекеменің атауы бірнеше рет өзгерді. Бірақ мақсаттары өзгерген жоқ. Яғни стандарттау, метрология және сертификаттаудан қызмет көрсету. Бүгінгі күні орталық стандарттау, метрология және сертификаттау қызмет атқару саласында көш басшы болып саналады. Орталықтың құрамында республикамыз бойынша 18 филиал бар. Ол өз сынақ зертханаларымен тауарларды стандарттау және сараптама жүргізу қызметімен Қазақстан Республикасының жалпы өндірісінің жетілдірілуіне үлес қосады. Кәсіпорында білікті тәжірибелі мамандар істейді. Ұлттық орталықта 1500-ден астам адам қызмет етеді. Оның ішінде 550-і сарапшы және аудиторлар. 300-ге таяу өлшеудің 17 түрі бойынша тексерушілер қызмет етеді. Ұлттық орталықтың материалдық және техникалық базасы барлық қажетті талаптарға сәйкес болып келеді. Үшінші тапсырма. Сөйлемдерді көшіріп жазып, жалғаулықсыз салаластың астын бір рет, жалғаулықты салаластың астын 2 рет сызыңыз. Бұл уақыттың ішінде елде өзгеріп кетті, адамдар да өзгерді. Оның бұл халіне өзгеден гөрі Гүлнардың тынышы кетті. Сондықтан ол Қызылордадан Алматыға бір жолата көшіп келді. Телефон сылдырлады, Лиза барып тыңдады. Талаптың өзі де түрлі болады.
талап қылушылар да неше түрлі болады. Өзіміздің балалар ғой, бұлар ешкімге айтпас. 4-ші тапсырма. Берілген қарсылықты салалас сөйлемдерді оқып шығып, олардың жалғаулықсыз байланысқандарын бір бөлек, жалғаулық шылаулар арқылы байланысқандарын бір бөлек топтап жазыңыздар. Айтқыздым деп ол кетті, айтқан жоқпын деп мен қалдым. Ортаға салуын салдым, бірақ малыма өзім көз боламын. Қол сүйменмен тоңды ойу оңай болған жоқ, дегенмен ойдық. Жау қолында бар құралдың бәрінде жұмсайды, сонда да қорғанған батыр қала беріспейді. Теңіз тынышталды, бірақ еш нәрсе көрінбейді. 5-ші тапсырма. Берілген шарттар бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдердің тыныс белгілерін қойып жазыңыз. Мен саған сенбесем, бұл сырды саған айтпас та едім ғой. Жақсымен жолдас болсаң, жетерсің мұратқа, жаманмен жолдас болсаң, қаларсың ұятқа. Сабырлы болсаң, озарсың, сабырсыз болсаң, тозарсың. Ексең орасың, берсең аласың. Адам талпынбаса, сол талабын жүзеге асыруға күш жұмсаса, қолдан келмес өнер бар ма? Егер халқың бақытты болса, сен де бақыттысың. Қалжыңы күлкісі араласа, шай жақсы ішіледі. 6-ші тапсырма. Мына сөйлемдерді толықтырыңыз. Қыс түссе, көп нүкте. Асханадан тамақ ішсең, көп нүкте. Мен келсем, көп нүкте. Майра мына жерге отырса, көп нүкте. Ол мені таныса, көп нүкте. Күн ашық болса, үтірден кейін көп нүкте. Жұмыс бітсе, үтірден кейін көп нүкте. Әрсен жерге жатса, үтірден кейін көп нүкте. Ақшаң болса, үтірден кейін көп нүкте. Жаңбыр жауса, үтірден кейін көп нүкте. Қайрат білмесе, үтірден кейін көп нүкте. Көп нүкте, менде барамын. Көп нүкте, балалар далада ойнайды. Көп нүкте, үтір тез табамын. Көп нүкте, үтір әнімде ән айтады. Көп нүкте, үтір оларда мектепке бармайды. Көп нүкте, үтір сендер келіңдер. Көп нүкте орнына сөйлем қоямыз. Үтір біз сізді түсінеміз. Көп нүкте, үтір көкөніс алар едім. Көп нүкте, үтір олар не істейді? Көп нүкте, үтір біз қуанышпен қарсы аламыз. Көп нүкте, үтір ерте тұрамыз. 7-ші тапсырма. Мына сөйлемдерді толықтырыңыздар. Ауа райы нашар бола тұрса да, үтір көп нүкте. Күн батса да, көп нүкте. Ол үйіне қанша шақырса да, үтір көп нүкте. Уақыт болғанмен, үтір көп нүкте. Жұмыс жоспарын жасағанмен, үтір көп нүкте. Мені таныстырса да, үтір көп нүкте. Бұл көйлек қымбат бола тұра, үтір көп нүкте. Асықсаң да, үтір көп нүкте. Ерте тұрғанмен, үтір көп нүкте. Менде үйге отырғанмен, үтір көп нүкте. Көп нүкте сөйлемнің басында толықтыру керек. Үтір мен оның үйіне қонаққа бармадым. Көп нүкте, үтір біз оның үйіне барып жүрміз. Көп нүкте, үтір жақсы оқиды.
көп нүкте үтір соңғы хабарларды тыңдаймын. Көп нүкте үтір олар мектепке бармады. Көп нүкте үтір емтиханды жақсы тапсырды. Көп нүкте үтір емделіп шықты. Көп нүкте үтір жиналысты бастадық. Көп нүкте үтір ет піспеді. Көп нүкте үтір жұмысты бітірді. 8-ші тапсырма. Мына сөйлемдерді қазақ тіліне аударыңыздар. Хоть я была в отпуске, но никуда отдыхать не поехала. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.